Сәлем балақай. Бүгін біздер әліпби сабағынан не білдім, не үйрендім деген тақырыппен танысатын боламыз. Ол үшін оқуымызда мына бір бетті ашайық. Және жоғарыда тұрған әріптерді көріп тұрмыз. А, Р, Л, У, Н. Бұл біздердің осы уақытқа дейін өткен әріптеріміз. Бұлардың дауысты не дауыссыз екендігін ажыратуымыз қажет. А дыбысы дауысты. Ол қызыл үйшікке кіреді. Келесі Р, Л, Н. Бұлар дауыссыз. Сол себепті көк үйшікке кіреді. Келесі балақай бізде У әріпі екі түрлі түспенде белгіленіп тұр. Өйткені У бірде дауысты, бірде дауыссыз. Ережені еске түсіреміз. Егер У дыбысы дауыссыз дыбыстың қасында тұратын болса, онда ол дауысты болады. Ал егер дауысты дыбыстың қасында тұратын болса, У дауыссыз болады. Сол себепті ол екі түрлі белгіленген. Ал кәне балақай, суреттен нені көріп тұрмыз? Бұл суреттен біздер суда жүзіп жүрген үйрек пен балапандарын көріп тұрмыз. Оның айналасында тастар жатыр, және ол тастарда әр түрлі әріптер бейнеленген. Енді осының ішінен бізге бірде дауысты, бірде дауыссыз болатын дыбысты табу керек. Ол қайсы болуы мүмкін? Әрине, ол У дыбысы. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сөреден мәреге дейін тез-тез оқып сөздерді жету керек. Ар, ара, ала, аралар, ауа, аула, нан, нар, анар. Жарайсың балақай, мәреге бірінші жетесің деген үміттемін. Қане балақай, осының ішіндегі бір буыннан тұратын сөздерді тауып көрейік. Олар ар, нан, нар сөздері. Келесі екі буыннан тұратын сөздер ара, ала, ауа, аула, анар. Келесі үш буыннан тұратын сөз бұл аралар сөзі екен. Балақай, бүгінгі тақырыпқа берілген тапсырмалар осымен аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.